оқымаймын деп айт. Істейсің ба? Істе, істемейсің ба? Істемеймін деп айт. Жауап бер бәріне. Сообщениялардың бәріне жауап бер бізді. Сосын бүйтіп айт. Баратын жеріңе барам деп айт, бармайтын жеріңе бармаймын деп айт. Барам-ау, үйтем-ау, бүйтем-ау деген нәрселердің барлығын тоқтат. Сосын біреуге ренжіп жатсың ба, барлығын кешіріп таста. Кешіріп таста. Өйткені ол адамға ренжу деген дүние қатты сенің бүкіл 90% зейініңді, вниманиеңді алып тұрады. Сен сол адамнан басқа нәрсені ойламай қаласың, сол адамның құрбандығында кетіп қаласың. Ол адам сені ренжігенін байқамауы да мүмкін, сен тек қана соның құрбандығында жүресің. Сол үшін оны алып таста, кешіріп таста, өзіңнен кешірім сұрай сал. Өзіне звондап, араларыңды тазалап ала салыңдар. Звондап айт, менде осындай хал болып тұр, кешір мені, осындай нәрсе сезініп тұрмын, мен осы нәрсені сезінгім келмейді. Сондықтан мен кешір, мен енді ары қарай ондай нәрсені істемеймін деді, өзің іштей ол нәрсені кешіріп таста. Аллаға тапсырып таста барлық нәрсені. Аллаға тапсыру деген нәрсе осы өз зейініңді өзіңе қайтару. Ол сен басқа біреуді ойлағаннан, басқа біреу мен туралы не ойлайды екен, маған не айтады, не қыласың, не ойлайтын. Сен өзіңнің ойларыңды өзің қадағаласай, ойларды қадағалау қиын, енді бірақ зейініңді қадағалай аласың ғой. Өз зейініңді өзің қадағала. Сосын екінші мәселе, бітпей қалған істерден, екінші сенің зейініңді ұрлайтын нәрсе.